келдіңіз? Сәлем, Лаки, сәлем де. Мен жалғыз келмедім, мен Лакимен келдім. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. 32-десіз, қай жақтың тумасысыз? Мен Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Ақсай деген ауылды мекеннен туып өскен. Ал әдейі келдіңіз ба, әлде осы Алматыда тұрып жатсыз ба? Иә, Алматыда тұрып жатырмын. Астанадан Алматыға көшіп келгем. Астанада оқығанмын. Қазір Алматыда тұрып жатырмын. Неге Аянды таңдадыңыз? Қандай қыры ұнады өзіңізге? Маған мейірімді болып көрінеді. Жалпы мен өзім келіп, танысып, көрісіп, сөйтіп келгім келді. Жаңағы кері тұстар болады адамдардың, жаңағы оң тұстар болады, соның бәрін тікелей біліп, сезініп, тіке танысқым келді. Оның парақшасын көрдім, өнер адамы екен, және де инвестор екен, инвестор болғандықтан, жаңағыдай болашақты ойлайды деп. Қазіргі бұл бағдарламада болғанын өзі маған, мен өте тәуекелшіл, сондай смелый, рискованный адамдарды ұнайды. Марал ханым, сөзіңізді бөлейінші. Не болды? Неге сөз, күлкі, өтініш тыңдайық тіпті естіртпей жатсыздар? Я, Марал ханым? Жалпы маған рискованный сондай адамдар ұнайды, сондықтан да Аянды мен сондай рискованный, батыл адам деп көрдім. Аян, сұрақтарыңызды қойыңыз. Өзі де рискованный екен. Аян. Марал, саламатсыз ба? Қош келдіңіз тағы да. Қош көрістік, Аян. Мен түсіне алмай жатырмын негізі. Не болып жатқан, түсіне алмай жатырмын. Қасыңызда кімді алып келдіңіз? Менің ойымша ашылғасын көретін сияқтысыз. Ол мен досым. Досыңызбен келдіңіз ба? Досыңызға сәлем жолдап қояйық деп. Лаки саған сәлем айтып отыр. Прикинь. Так, сіз қазір Алматыда ұзақ мерзімге келдіңіз ба сонда? Алматыға өзім тұруға келгем осында. Алматы ұнайды. Ұзақ мерзімге дегенде, иә, сондай. Ұнайды Алматыға тұруға, өмір сүруге. Бұрынғы арағатынасыңыз туралы сұрасам, бұрын тұрмыста болғансыз ба, болмағансыз ба? Жоқ, тұрмыста болмағанмын. Оқығанмын, сондықтан да өзімнің мақсатым тұрмыс құру 33 жасымда, соған байланысты әртүрлі амалдар жасап, жаңағы мені таныстырып жатыр, мен танысып жатырмын дегенде, сосын Инстаграм парақшадағы оқырмандарым маған айтты, қосылайыққа барсайшы деп. Сосын келдім. Сонда 33 жасқа дейін деп өзіңіз уақыт қойып қойдыңыз ба өзіңізге? Иә, өзім белгілі жоспар құрған, мен медициналық университетте оқығанмын. Медакадемияда оқыдым, және де менде отработка болды, жұмыс жасадым, оқыдым, коучинг саласы, психология саласы дегенде. Сосын өзіме тікелей толықтай уайымдамау үшін, қоғамның ойына беріліп кетпеу үшін 33 жасымда тұрмыс құрамын деп шештім, және де анама да соны айттым. Сондықтан қосылайықты тағы да бір амал шығар деп, жаңағындай өзім келіп, әрекет көріп жатырмын. Шынымен де әрекетке берекет дейді, дөп келген сияқтысыз. Енді мен сұрасамшы, сізден Марал, иә? 32 жастасыз, 33-ке қашан толасыз? 13 июнь. 13 июнь толасыз. Маусымда. Мен де туған күнім маусымда, 24 маусым мен туған күнім. Жақын екен бір-біріне. Сосын сұрайын деп едім сізден, неге 32 жасқа дейін күйеуге шығатын момент болмады ма? Неге ондай болды екен? Себебі мен 7 жыл медуниверситетте оқыдым. 3 жыл менде ауылдық, аудандық жерлерде грантты өтеу болды. 3 жылдан кейін мен повышение квалификация, нутрициолог, диетолог болып оқыдым. Ары қарай 3 жыл бұл және де дамыту бұл жерде. Консультация жүргізу, толықтай маман болу. Ең бірінші менің мақсатым бұл жерде өмірде келгеннен кейін. Мақсатым мастер своего дела дейді ғой. Өз ісінің маманы болу. Сондай өз ісінің маманы болғым келді. Адамдарға көмектесетіндей. Сондықтан да өте қызықты өмір сүріп, қазір 30 жасқа келіп қалыппын. Түсінікті, Марал, соңғы арақатынасыңыз қашан болды және қанша уақытқа созылды? Жалпы рас керек, мен қазір айтам деп ойлап отқан 1 жыл бұрын болды деп. Негізі менде арақатынас болмаған. Неге онда 1 жыл бұрын болды деп айтқыңыз келді? Себебі досыммен қарым-қатынас болды, араластық, ол мені шақырды, шет елде тұратын жаңағындай бірге отбасы құруға, ары қарай қарым-қатынас жалғастыруға. Бірақ та мен келіспедім. Себебі ол кезде дайын болмадым. Өзімді танымадым. Не үшін бару керек, отбасы не үшін құру керек, не себепті алу үшін бе, беру үшін бе, сондай жақтарын білген жоқпын. Сол себепті мен ол шешімді қабылдамадым, қорықтым. Өзіме сенімділік. Өзіңізге ма, әлде ол кісіге ма?
ол кісіге. Түсінікті. Мына Марал ханым, арамызда қателеспесем бір 7 жас айырмашылық бар екен. Сізге ертең болашақта ол кедергісін келтірмей ма? Жоға? Қайда? Бұрын өзіңізден жас кішкентай жігітпен сөйлесіп көрген бе едіңіз? Араласқан жас кіші жігіттер көбінесе жазады. Инстаграм парақшада, Телеграм, ТикТок. Жалпы өмірде де, офлайн өмірде де. Түсінігім бойынша сіз интернет желісінде жаңағыдай активно жүргізесіз, Енді мини-блогым бар. Түсінікті. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Сізге деген сұрақтар менде жеке болғанда болатын шығар? Менде бар болса. Бірақ мен таң қалып Қазір қоя беруге бола ма? Әрине, мархабат, қойыңыз. Жалпы өзіңіз чекап өтіп тұрасыз ба? Жоқ, негізі чекап өтпегеніме біраз болып қалды, шынымды айта салайыншы. Ешесе мазаламай ма денсаулық бойынша? Неге? Сіз медицина саласынан болғасын сұрап жатсыз ғой енді, иә? Маған өте қатты ұнайды, жаңағындай алдын ала профилактика жасайтын, денсаулықтармен айналысатын, бір шағым пайда болған кезде чекап өтіп, қарап жүрмейтін, қазіргі кезде аурулар көп қой? Өте дұрыс айтып жатсыз, негізінде чекап өтіп тұру керек. Дұрыс айтам бәрін. Негізі сізге енді бұған дейін ешкім мұндай сұрақ қоймаған шығар, бірақ дегенмен де бұл өте орынды сұрақ. Иә, мен соған жауап бересін. Спортпен айналысасыз ба? Сіздің өзіңізге қалай қарайтыныңызды Иә, негізінде мен 4 жасынан бастап спортпен айналысқан адаммын. Өмірімде всю жизнь параллельно спорт келе жатқан адаммын, негізінде спортты қолап келе жатқан адаммын. Қазірде бір кішкене пауза болды, содан кейін міне бір ай болды, қайтадан спортты бастадым. Өз-өзімді қолға алып. Қандай спорт түрімен айналысасыз? Негізінде профессионально тайквондомен айналысқанмын, мастер спорта по тайквондомын негізінде. Сосын кандидат мастера спорта по рукопашному бою бар. Қазақстанда 2 рет алғанмын. Сондай достиженияларым бар негізінде. Сіз жайлы біраз нәрсе білмейді екенбіз бізде. Иә. Сондай спорт. Айтудан танысатын сияқтымыз сізбен. Өмір бойы спортпен айналысып келгенмін негізінде. Кейін оқу болды, жаңағы өмірдегі қаншама жұмыспен кеттік деген сияқты. Ол нәрселер қалып, қазір жайлап қайтадан спортты қолға алып келе жатырмыз. Залға барып жүрміз жайлап. Енді чекап деп дұрыс айтып жатсыз, негізінде өзімнің ойымда жүрген нәрсе. Дейінші, сіз 2 дүркін чемпионмын дейсіз бе? Иә, Қазақстанда 2 рет алғанмын. 3 дүркін дедіңіз бе? Жоқ, 2 дүркін чемпионсыз Қазақстанда. Иә, Қазақстанда алғанмын. Тайквондо бойынша. Тайквондо бойынша. Мен тіпті біраз нәрсе білмейді екенбіз. Мақтаныш деп айтып қояйық, біліп жүрейік. Иә, содан айта беріңіз. Чекап дегенде, айта бердім ғой чекап дегенше. Мына чекапты өтеміз скоро. Өзіңіз енді кішкене медицина саласын жақсы білетін болғаннан кейін советтеріңізді беріп жібересіз деп ойлаймын. Егер де бәрі жақсы болып кетіп бара жатса, енді қатысушылардан сұрақ болса. Болсақан, кіріп кетейік сразу. Осы момент келе алмайық. Саламатсыз, қош келдіңіз. Жалпы үй ішіңіз біле ма сіздің осы жобаға келгеніңізді және именно аян таңдап келгеніңізді? Ақылдастыңыз ба? Ақылдастым, иә. Одан бөлек жаңа айтып отырсыз ғой, сіз Инстаграмдағы оқырмандарым айтты, осы қосылай жобасына барып көр деп. Сондай просто сіз оқырмандарыңыздың айтумен келіп тұрсыз, сіз өзіңіз бірақ аянды ұнатып, бірақ біліп келдіңіз бе? Соған толықтай өзім жауап беріңіз. ниеттеніп, біліп, алдын ала парақшасын қарап, жеңгелерімнен сұрап, оказывается, жеңгелерім қосылайықты көреді екен. Соны қосылайықты көріп, шет жағасын біліп, ниеттеніп негізі келдім. Жалпы қосылайықты барлық Қазақстан көреді ғой, басқа да елдерден де көреді негізі. Просто сіздің өзіңіздің ынтаңнан неңізбен келдіңіз ба дегенім ғой. Аянды таңдап, біліп, көріп, немесе әлде айтқанға ола келе салдыңыз ба? Жоқ, өз ынтаммен танып, біліп, қарап келдім. Маған просто андай болып көрініп тұр да, әзіл тығып жатсыз, сіз енді адамға келгеннен кейін кішкене серьезно болып,